2025 жыл 24 шілде кешкі сағат 9. Өскемендегі Тоғас көшесіндегі жаяу жүргіншілер жолағынан өтіп бара жатқан 12 жастағы баланы көлік қағып кетеді. Ауыр жарақат алған жеткіншек жедел түрде облыстық ана мен бала орталығына жеткізіледі. Дәрігерлердің айтуынша баланың жағдайы өте ауыр болған. Өміріне қауіп төніп, әр минут шешуші рөл атқарған. Бас сүйек, ішкі ағзалар мен дененің әртүрлі бөліктерінен алған жарақаттар дәрігерлерден шұғыл әрі нақты шешім қабылдауды талап етті. Баланың жағдайы ауырлығына байланысты жаңағы жансақтау бөліміне жатқызылып, ары қарай отаға дайындалды. Ота сол күні сағат 10 шамасында басталды. Балада қойылған диагноз бас миының жабық жарақаты, бас миының ауыр соққысы, оң жақ төбе сүйегінің сол жақ төбе сүйегіне кеткен сынығы, оң жақта субдуралды гематома және де сол жағында аздаған мөлшерде эпидуралды гематома диагнозы болған. Сол күні оң жақты субдуралды гематома бойынша ота жасалынды. Ота 2 сағаттай уақыттар ішінде жасалды. Ары қарай бала 3 тәуліктей жаңа жансақтау бөлімінде жатты. Кейін жаңағы нейрохирургиялық бөлімшеге ауыстырылып, керекті жаңағы емі жасалып, 2 аптадан кейін үйге шығарылған болатын. Сол түні ақ халатты абзал жандардан құралған үлкен команда бала өмірін сақтап қалу үшін жұмыла жұмыс істеді. Күрделі операциялар жасалып, ұзақ емдеу мен оңалту кезеңі басталды. Дәрігерлердің қажырлы еңбегі нәтиже берді. Ол бала 1 айдан кейін 2-ші этап жаңағы операцияға жатқызылды. Ол дегеніміз өзінің сүйектерін сақтап қойған болатынбыз. Сол сүйектерін орнына салып, толықтай жазылғанша біздің бөлімде жатып шықты. Толықтай жазылғаннан кейін реабилитация бөліміне біздегі 1-ші этажда, Қазыбек би 11-де 1-ші этажда реабилитация бөлімі орналасқан, сонда ауыстырылды. Онда толықтай емін алып, қазіргі таңда жағдайы жақсарды. Бұл оқиға дәрігер мамандығының қаншалықты жауапты екен тағы бір мәрте көрсетті. 1 жыл бұрын өмір мен өлімнің арасында жатқан баланы аман алып қалған ақ халатты абзал жандар бүгін оның жарқын күлкісін көріп, өз еңбектерінің жемісін сезінуде.